Баршаңызға сәлем. Мен ене мен күйеуден шаршадым. Жалпы өзімнің тұрмыс құрғаныма 5 жыл болды. 3 балам бар. Декреттен декретке шығып, күнделікті үй тірлігін қайталана бергеннен барлығынан шаршадым. Соңғы рет өзіме қашан киім алғаным да есімде жоқ. Кафеге барып, қашан тамақтанғаным да есімде жоқ. Жолдасым кафеге өзі барады. Корпоративтерге ертпейді, не баламен қыдыртпайды. Пособияның ақшасымен кредитті жауып отырмын. Жолдасым жақында анасына шуба алып беріпті. Бала-шағасы жыртық жамау, елден қалған киімді киіп жүргенде шаруасы жоқ-ау. Кезінде жоғары білімді оқуға түскен едім. Ал жолдасым болса сол кезде өзім оқытамын деп ары қарай ант-суын ішіп алып қашқан еді. Сөйтсем бұған мен емес, үй тірлігін жасайтын, әке-шешесінің боқ-сідігін жуатын адам керек болған екен ғой. Үй тірлігі тек маған керектей, енем күніге шалқайып жатады. Ал жолдасым келерде өтірік жыбырлап бірдеңе жасап жүреді. Не бала қараспайды. Енді кеше айтады, ана қызымның туған күні келе жатыр, соған айфон алып бер, кредиттерің бітеді ғой сендерде дейді. Қаным басыма шауып кеткен-ай. Кейін жолдасымның бетіне айтып тастадым. Балаларың жыртық киім киіп, қабырғасы көрініп жүр, ал қарындасыңа айфон алып беріп, мәз қылдырмақшысың ғой дедім. Не садикке бергізбейді, не баланы қараспайды. Қақпас енеден, байдан шаршадым. Атам әйтеуір өз-өзімен жүреді. Онда шаруам жоқ. Барлығынан шаршайды екенсің. Кеңестеріңізді айта өтсеңіздер деймін.